шашылған нұр, сөзің кәусар бал екен. Бұл ғаламда сенен асқан сірә біреу бар екен. Бұл ән неге айтылды десеңіздер, бүгін ақиқ ақын Мұқағали Мақатаевтың 90 жылдығы. Өзінің өмірін өлеңге арнаған Мұқағали Мақатаевтың өлең жолдарын білмейтін қазақ жоқ шығар. Сондықтан өздеріңізге де Мұқағалидың шығармашылығынан бір керемет өлең жолдары. Ғашықпын, шын ғашықпын сол адамға. Мен болмасам болмайын, сол аман ба? О тәңірім, неткен жан қайрылмайтын, жүрек еттен бе, әлде қоладан ба? Ғашықпын, қайтып оны жасыра алам, бір алтын оның әр тал шашмаған. Сағынайын, таусыла сағынайын, сағынышқа жаралған ғашық адам. Сондықтан әрқайсыларыңызға тілерім, осы бір өлең жолдарын арнайтын сүйіктілеріңіз, ғашықтарыңыз, өмірлік жарларыңыз әрқайсыларыңызға кездесін. Ғашық болу, оған жететін нәрсе жоқ шығар, оған жететін сезім де жоқ шығар. Дәл сол сезімді өздеріңізге сыйлайтын, дәл сол сезім жайлы осы тікелей эфирде айтатын Қосылайық жобасы өзінің қызметін ары қарай атқаруға дайын. Олай болса, Еуразия бірінші арнасы, біз бастаймыз. Бүгінгі эфиріміз ерекше басталды. Эфирге дейін болған жағдайларды айтсам, сіздер жағаларыңызды ұстайсыздар, сондықтан құпия болып қалсын деп шештім осы жолы. Ал құрметті көрермен, өздеріңіздің дәстүрлі ойындарыңыз, осы бір керемет шыны, Қосылайықты көріп, ішіне ыстық шайды толтырып алуға болады. Эфир барысында көрсетілетін 5 белгіні дұрыс жазу керек. Әлеуметтік желідегі Instagram парақшамызға бірінші болып пікір қалдыру керек. Осы шыныны ұтып алу үшін. Және бірінші белгі бізде салтанатта күлкілі. Күлкілі жағдай болды деп айтсам да болады. Бір жағынан өте өкінішті жағдай. Эфирге дейін біраз қатысушыларымыз сөзге келіп қалды. Одан кейін оларды татуластырумен біз әлек болдық. Бар уақытымызды соған жұмсадық. Енді барлығы студияда кем дегенде, сондықтан ары қарай енді тіл табысып кете ме, достасып кете ме, ол жағын білмеймін. Бірақ енді сыйластық қалсыншы дегім келеді. Қанша дегенмен бір жерде отырсыздар. Кішкентай бала емессіздер әрқайсыларыңыз. Әсіресе қыз балалар, келіншектер, қыздар деп айтайын. Енді жігіттер өткен аптада біздің көңіл күйімізді түсірсе, бүгінгі күн қыздардікі болды толығымен. Қиын жағдай негізінде. Сондықтан барлығымыз бір-бірімізді сыйлайықшы. Сыйластықтан асқан, сыйластыққа жететін дүние жоқ. Әлия ханым? Яна ханым, ішім толып отыр, қыздар деген екен. Өмір ғой бұл. Шыным келет. Мен постоянно шындықта болам. Мен өлсем өліп кетейін, мен осы жерде шындық үшін өле салайын. Бірақ өтірік сөз адамға жала жабу деген бір ақ матаға ошақтан әкеп қара күйені жаққандай нәрсе да. Өтте сондай өтірікті жек көрем мен. Енді бір жерде шештік қой Әлия ханым. Бір жерде отырмыз, бір жерде сыйласақ, бір нанды бөліп жейміз, азаннан кешке дейін біргеміз. Енді біз басқа ешнәрсе айтқым келмейді, мен сол қарапайым Әлия болып қаламын. Яна ханым, мен келдім ғой эфирге. Көріп отырмын, енді сұрайын деген. Темірлан, қалайсың? Нормально, Аблайға бір заттар. Аблай? Аблай шақырсақ бола ма? Аблай? Че-то дау болып кететін сияқты өзім. Сөйтейікші. Бір Аблай болса рұқсатпен. Аблайды қазір өзім іздеп шауып. Аблай? Аблай жоқ, сондықтан Нұрғалым көмектесті бізге. Кеше жылаған Алия ханымға, сосын Асемжанға, кеше эфирді барып, сосын Роза ханым. Тамаша. Не деген? Міне сыйластық деген осы. Жыламаңыздар, қыздар.
Ой, күшті. Дұрыс. Әлия ханым, енді қазір жарнамада Рахмет айтамын Темірланға. көңілге көтеріліп қалды. Рахмет Темірлан, расымен де. Жарайсың. Көңіл ғой, Диана ханым, көңіл ғой. Адам жылағанда, көңіл түскенде шоколадты өзіміз-ақ сатып аламыз ғой, бірақ үлкен рахмет, ерлік жасадың. Темірлан, ақ көңілділің, Алия ханым, имандылығың. сізде уақыт жоқ сияқты шоколад алуға. Білмеймін, кеше қарасам, кәдімгі уақыт жоқ болып жатыр. Соны енді ауыр сөздер ғой Диана ханым, Алия ханымға бір қолдау ретінде. По-любому әйел адам ғой. Бір ешкімді бір даттаған емес, бірақ Алия ханым сіздің поддержкаңызға енді бәрі жақсы болады, Аллаға Жоқ, қаласа. мен осы жерде отыр. Қоясаңызшы болды шығар. Бақытсыз деген сөз ғана мен көңіліме тиді. Мен бәрібір сол Алия болып қалам. Кім не десе. Енді жан. әр адамның бақыты әрқалай өлшенеді ғой, сондықтан әркім өзінше бір бақытты, барлығымыз бақытты болып жүре берейікші. Соған не жетсін. Рахмет Темірлан, кәдімгідей эфирді жақсы бастадың. Ал енді әрі қарай салтанат. Әлия ханыммен шеше алдыңыздар ма өзара? Кеше енді жарнамада таба алмай қалған еді салтанатты. Салтанат сөйлесін, сосын мен қорытынды Жоқ, қылайын. шешілген жоқ. Проблема шешілген жоқ. Иә, сөйлескен жоқпыз. Енді кіші болып, кішіпейіл танытып, бір кешірім сұрасақ. Жоқ, осы жерде мен үлкен болып, мен ақ кешірім сұрайын басым дейді. Бірақ мен осы жерден барғаннан үйге барып құладым, жатып жыладым. Содан жаңа 12-де бірақ тұрдым. Темірлан айтты келсеңізші деп, маған өте ауыр болды. Өзім анамды сағынып жылап жүргенде, мына сөз бір соққы болды да маған. Мен өте жек көрем өтірікті. Иә, мен түсімде, Алия ханым түсімде көрдім, түсімде кешірім сұраптым. Дәл осы түс өтірік емес па? Жоқ, өтірік емес, Алия ханым шылайдан бәріне айтып шықтым. Айгөлекке, Алия ханым қалай болды, не істеген жоқ па? Кеше қорықтым жақындауға. Сол үшін рекламаға Өзінше қыз болсам да мысым бар ғой, бір сұстымым ба. Мен бұған бір жағдайды айтайын десем, жүгіріп барып Алешаның артында помогите деп отыр дейді да. Қашан Алия бір қызды жеп қойды деп естідіңдер? Алия ханым сізден қорықтым. Алия ханым, потом сізден кешірім сұраймын. Кеше Кешірім сұрады. эмоция қатты кетті. Енді кешірімін бере ме, бермей ме, шағын жарнамадан кейін бірге білетін боламыз. Жаңа үміткерлеріміз Аслан мен Жарқынайдың қарым-қатынасы қалай, бірге білейік. Атшулы жан тағда студия төрінде. Кім ретінде? Жаңа қатысушы. Қонақ боп келді ме? Әлде үміткер болам екен? Сіз жақсы танитын адам не көре алды? Сәлден кейін қосылайық жобасында. Үміткерді жылатпаңдар. Мен мына жерде бір әке-шемнің позорын шығарғандай болып қалдым. Қанша рет айтамыз? Ажырасқан деп сөйтіп айтсыздар да. Мен бұл жерге келгенде мен Асланды таңдап келдім. Жарқынайды алатын Аслан бар ма? Сенің маскың осындай жақсы адам сияқтысың да, просто сен баласы бар қыздарға үміт бересің. Әлде жігіт уақыт созып жүрме? Жағдай болды бір рет, күйіп қалдым. Болашақты ешкім білген жоқ. Қатысушы серлерден үйленетіні бар ма екен? Шынайы бір қатты махаббат болмаса, шыны керек өте қиын болады. Сәлден кейін қосылайық жобасында. Жарнамадан оралдық. Қосылайық жобасы Еуразия бірінші арнасының тікелей эфирінде 18:30-ға дейін. Назарларыңыз тек бізде болсын. Жарнамада естіп жатқандарыңыздай, бүгін студиямызда күтпеген жан,
кім ретінде келгенін енді әзірге айта алмаймын. Жаңа қатысушы болуы мүмкін, үміткер болуы мүмкін, я болмаса осы бір орынға жайғасатын, бір қатысушы жайлы сыр айтатын мейман да болып қалуы әбден мүмкін. Сондықтан санаулы минуттардан кейін барлығын білесіздер. Көрермендер енді әлеуметтік желіде өз пікірлерін жазып жатыр. Анау болуы мүмкін, мынау болуы мүмкін деп көреміз. Ал Зухра ханым, сізде белгі бар екен. Қандай белгі? Тартымсыз. Иә. Алия ханым, болды, көңіл күйіңіз орныңызда. Кешірімді бердіңіз ғой салтанатқа. Иә? Біз кешірмейтін кімбіз? Диана ханыммен де сөйлеп жүрсем болады. Иә, Айгүлек. Енді эфирге дейінгі болған жағдай үшін кешірім сұраймын. Сәл қызбалыққа беріліп кеттім. Және де Алия ханымнан дұрыс түсінбей қалған үшін кешірім сұраймын. Алия ханым, сізге ешқандай ренішім, обидам жоқ. Анамдай көремін, о негізі мінезі өзіме ұқсайды. Жаңағыдай ұрсып алады, бірақ артық кетеді. Шай орамал кеткен шай ашу. Артық кеткен кейде дұрыс түсінбей қаламыз ғой. Енді тоқтатайықшы, өмір ғой, бұл жерде ойын шындыққа аласып кетіп отыр, соған жыным келеді. Енді кешірім сұрап жатыр, екі аруда. Мен де кешірдім. Енді бір үйде тұрып, бір нанды бөлісіп жегеннен кейін ұят болады да бұл түрлік. Енді ақылы бар қыз ғой, Айгүлек, түсінді, әдемілеп ұзатып жіберейік. Бұйырса, әрине. Ол күнде алыс емес. Сондықтан күліп отырыңыздаршы. Қызды жылатқан қазақ емеспіз ғой, мен кешірдім. Неге кешірмеске? Жарайсыз. Ең керек осы жерде Темірланның шоколаты екен ғой, е? Барлығын кешірді Алия ханым, сол бір тәттінің арқасында. Онда ас болсын. Ал біз эфирді бастайық, енді бір-бірімізді кешірдік. Шымылдық міндетті түрде жабылады, және жабылған кезде сіздер таң қаласыздар, бірақ әуелі ортаға біздің циклоп деп айтамыз ба? Аслан, келіңіз. Ассалаумағалейкум баршаңызға. Қалайсыз? Қалыңыз қалай? Шүкір, жақсы. Диана ханым, өзіңіз қалайсыз? Жақсы. Стильді енді керемет етіпсіз. Нұрсұлтан теріскен апасына екен. Енді келесі жолы кімге деп сұраудан қорқатын болдық негізінде. Ешкімге бұйырмай қойсын. Иә, сізде қалсын, сізбен бітсін, сізбен кетсін. Менен кет қалсын, болды, біз басқа ешкімге келмесін біз. Иә, сөйтейік. Жарқынай қалай? Таныстықтарыңыз, кездесулеріңіз? Жарқынай жақсы, кездестік, сөйлестік, ұзақ жүрдік, ұзақ сөйлестік. Өзін шақырайық ортаға. Кездесулер болды бастысы. Кездесулер болды. Ал олай болса, студиямыздың төріне жарқыраған Жарқынайды шақырайық, келіңіз. Қош келдіңіз, Жарқынай. Аман есенсіз бе? Қал жағдайыңыз? Жақсы. Көңіл күйіңіз? Нормально. Кездесулер болып жатыр дейді. Қуаныштымыз өте, демек, таныстықтарыңыз жақсы жалғасып жатыр. Ал, не айтасыз? Қандай жаңалықтарыңыз бар? Бізді немен қуантасыздар? Аслан? Бізде жаңалық, біз бір апта болды ғой негізі, Жарқынай келгелі. Бір аптада бір рет кездестік. Ұзағынан жүрдік екенбіз, бірақ. Бұл қыз енді Талғарда тұрады ғой. Мен қалада жүрдім де, саяхатқа барып, бұл қыз тосып алып, екеміз Арбатқа барып қыдырып қайтып деді. Екеміз адасып кеттік, Диана ханым. Адасып? Иә. Арбатта? Мен адасып жүрмін ғой, Арбатты таба алмай. Менен қаланы дұрыс білмеймін ғой. Сөйтсем, Жарқынай жақсы біледі екен. Просто мен ұзағынан, алысынан айналдырып апарған ғой, біраз әңгімелесейік деп. Соны сөйтіп мен алдап жүр екен, оказывается, бұл қыз. Негізі өте керемет қыз, ашық, жарқын, күшті сөйлестік екенбіз. Негізі сурет видеоларда да бар, көрсеңіздер болады. Ал, бар болса көрейік. Арбатта адасқан жоқ. Ты зажигалка, фаер девочка, ты в зоне доступа, но ты не моя. Яркая детская, тут стрелочка, с тобой не просто все время трачу. Сегодня снова будет пати, я стою у входа в модный бар, подъезжаю с кем-то на Бугатти, ты шикарна, бойфренд стар.
Тамаша. өлеңнің өзі айтып жатыр ғой, Диана ханым, дерзкая, шустрая дейді ғой, дәл сондай қыз негізі бар ғой. Әннің өзі осы Жарқынайға арналған секілді ғой. Унисон дейді енді. Жарқынай, бүгін үнсізсіз сіздің сондай бір жарқын әңгімелеріңізді сағынып қалдық. Бүгін жыламаймыз, бірақ бірден келісіп алайық, иә. Өткен жолы сәл көңіліңіз босап қалған еді. Соны айтамын бір, көңіл күй жоқ секілді, ренжулі секілді маған. Ренжулісің ба не? Қалай ойлайсыз? Нормально ойлаймын. Жоқ, ренжитін ештеңе жоқ деп ойлаймын арамызда. Жарқынай, барлығы жақсы ма? Жақсы негізі, бірақ өздігінен жазбайды маған. Өзіңіз хабарласасыз ба бірінші болып? Жоқ. Жоқ, жазып тұрамыз, бірімізге жазып тұрамыз, бірақ именно бүгін хабарласпадық с утра. Бір күн, бүгін ғана. Кеше сағат 7 мен 8-ден бастап уже сөйлескен жоқпыз. 7 мен 8-ден бастап? Аслан, 7 мен 8-ден бастап қайда болдыңыз? Таңғы ма, кешкі ма? Тіпті білмейді қай уақыт екенін. Кешкі шығар енді? Жоқ, кеше мен Нұрсұлтан ауырып қалды ғой. Кеше Нұрсұлтанды мен немеге шығарып тастадым, Шымкентке шығарып тастадым. Иә, Нұрсұлтанның асқазанының кішкене сыр берген еді, шығарып салдық Шымкентке. Емделіп келсін, Нұрсұлтан, сәлем, бізді көріп отырсаңыз. Ассалаумағалейкум, Нұреке. Негізі сол шығар енді, одан кейін мен ұзақта тұрам, тоже біраз уақыт өтті үйге жеткенше, одан кейін барып енді тамақтан ұйықтап қалдым, оған енді уақытым болған жоқ. Негізі Диана ханым бір айтатындай бір о жерде ештеңе жоқ, негізі бәрі жақсы арамызда. Мен бір жаман бірдеңе болып жатыр, бірімізді түсінбей жатырмыз. Негізі бәрі жақсы деп айтуға болады. Жарқынай, кеше Нұрсұлтанмен болған екен. Жоқ, тағы да өкпен болса Жарқынай айтып ал, енді эфирға шыққаннан кейін оны міндеттісің ғой айтуға. Енді өзім қадам жасап келгеннен кейін, енді басқа қадамды мен Асланнан күтемін да, өзімен емес. Бірақ кездесіп жатырмын дейді Аслан. Өз тарапынан қадамдарды жасап жатырмын дейді. Ау? Жоқ, кездестік. Енді қыз бала болғаннан кейін Диана ханым енді еркелеп жатыр ма? Көбірек қадам керек шығар, енді внимание көп керек өтеді ғой, көңіл көбірек керек, уақыт керек қыз балаға. Енді менде біраз болмай жатыр уақыт, өзімде біраз шаруаларым бар. Енді эфирға шығып жатырмыз, эфирде әңгімелесеміз, шыққаннан кейін тағы да әңгімелесеміз деген ой ғой, енді менде бүйтіп анандай бір жаман ой жоқ. Диана ханым, Темірлан? мен негізі Жарқынайды толықтай қолдаймын. Аслан, сен қалай ойлайсың? Сен ұнатқан адаммен өзің мысалға, сен егер қаласаң, сен қандай да шаруа болсын, не болмасын, сен онымен күнде кездесуге стараться ететін уақыт тауып. Значит, ол қыз байқап қойды да сен жақтан бір суықтықты. Шынымен ғой, бір аптада бір рет кездесу деген мен ойламаймын, егер де прям сенде бір суықтық байқадың ба менен? Темірлан, сен өзің үміткерлермен қалай сөйлесесің вообще жалпы? Жоқ, мен жалпы қайдарамын ғой, сен уже бір апта үміт беріп қойдың да. Сөйлесіп жүрміз ғой біз, бізде бәрі жақсы, бізде керек. Үміт бергенде не деп кездескенсің, ол қалай түсінуге болады? Үміт бергенде не деп айттым? Мен сені тұрмысқа алам деп айттым ба мысалға? Біз әлі таныс үстіндеміз ғой. Ондайың болса сразу кездеспейміз деп, сен оған бәрі жақсысың, бірақ жоқ, Диана ханым былай да өкпе көрініп тұр ғой. Ана жолы үміткермен ортаға шықтым, бірден тоқтаттық, тағы да жақпадым. Сен неге сөйлесіп көрмейсің, неге бүйтпейсің, неге сөйтпейсің? Енді міне кездесіп сөйлесіп жатырмыз, тағы айтады. Онша неге бірден айтпайсың деп. Мен бір-ақ рет кездесу болған просто, соңғы Мен бұл жерде не көріп отырмын? Жарқынай, Жарқынай өте ашық, андай тарс-тұрс сондай бір күшті қыз да, ойын тез-тез жеткізе алады. Ал бір аптада бір-ақ рет кездескен, бұл сен унисон емессің. Сенде жүрек дыз етпеген, бірақ қыз адам ретінде, қыз ретінде саған ұнап тұр, сен әйел ретінде көрмегенсің. Сол үшін қыз өкпелеуі орынды ғой. Сен неге бір аптада бір-ақ рет хабарласасың? 7 күнде бір кездесу ол қалыпты ма сіздердің ойларыңызша? Хабарын ал. Асхат? Мен бар ғой, негізі өзім опытыма сүйкене келіп айтып кетейін, былай. Сүйене салыңыз осы жолы. Сүйене, қыз просто әр адамның чувстволары, симпатиялары әртүрлі темпте ашылады ғой. Қыздікі просто уже кәдімгідей қатты ұнату уже өтіп кеткен сондайға. Бұл жерде мәселе бір кездесуде емес. Бұл бір кездесуде жеткілікті болып тұр. Просто она чувствует, что сен жақтан сондай отдача жоқ екенін сезіп тұр да.
бірақ чем глубже екеуің ары қарай кетесіңдер, Аслан, тем сложнее саған болуы мүмкін. Поэтому сен осы жерде дұрыстап ойлану керексің. Возможно, негізі Асхат дұрыс айтады. Негізі дұрыс айтады. Енді мен бір жағынан Диана ханым қыз баламен таныс жүргеннен кейін бірден енді келбеті өзіме ұнады, сөйлегені жалпы ашық жарқын қыз ғой. Мен типажым негізі жалпы. Бірақ енді мен айта алмаймын, бірден бір кездесуден кейін бұл қызды мен тұрмысқа алам деп айта алмаймын. Маған әлі де ол үшін танысып көру керек деген секілді ғой. Көрдіңіздер ме? Жалпы Диана ханым, енді Асланды мен түсініп отырмын да, енді бір апта бойы бір ақ рет кездесу. Өйткені сіз де үміткеріңізбен бір аптада бір мәрте кездестіңіз. Жоқ. Оны қазір шыққаннан кейін айтып беремін. Жалпы мынандай ғой, көзіне сыздауық шықты, ол да бір проблема болып, сәл қол тимей, сіз де түсінсеңіз болады ғой жалпы. Енді Аслан жақтан енді сізге оянып келе жатырды, ал сіз өйтіп бірден ренжіп қала беріп, Асланды дальше андай қыз жіберу, алшақтатып жібересіз ба деп ойламайсыз ба? Жалпы түсіністікпен қарау деген бар да, бұл отношениеде түсіністік деген бар да. Ау? Ержан, ана жерде айтып жатсың ғой, енді ашылып келе жатқан сияқты Аслан деп жатсың ғой. Ашылып қайта жабылып қалған сияқты ғой. Кім Аслан? Осы 2 күн кеше 7-тен бері хабарласқан жоқ деп отыр. Енді кешкі, қалай Диана ханым кешкі 7-8-лерде хабарласқанда, енді болды ғой, бір күн әлі болған да жоқ қой. Диана ханым, мынандай нәрсе ғой, Ержанда тура осы Аслан сияқты өзінде мәселе қайталанғаннан кейін енді Асланды қолдап тұрды. Аслан, негізі шын айтамын, бір аптада бір кездесу деген негізі вообще мүлдем аз нәрсе. Ол адам деген кішкене интерес қолап Ерасыл, өмірде әртүрлі жағдай болады. Аслан жақтан да бір проблемалар болып қалған. Сендер түсіністікпен қарасаңдар. Жоқ, Ержан, енді сен айтып отырсың ғой, Жарқынай, сіз қорықпайсыз ба, өзіңіздің тым ашылып кеткен сезіміңізбен Асланды қорқытып алмайсыз ба? Ашылып емес, андай. Үстіп болмайтын нәрселерге ренжіп қала бергеннен деп жатырмын да. Аслан жақтан может ситуация сұрап, өзінен жеке сұрап, не болып қалды, сенде мынандай жағдай болып қалды ма деп сұрасаңыз, ол айтатын еді, может. Сіздерді түсінбеймін. Қыздар қадам жасамаса жасамады дейсіздер. Қыздар қадам жасаса, қыздар енді байқаңыздар деп қорқытасыздар. Жарайды, кешірім. Жоқ, Ержан, сен алдында ғана қыздарға үміт бермеңдер, бір кездесуден тоқтатсаңдар деп, қазір енді түсінуге болады деп сен определись, өзің ситуацияңа тақалғанда бағана Ерасыл айтпақшы. Сен түсініп отырсың да, өзіңе келгенде, өзіңе таныс болғаннан кейін. Бір сөйлеймін деп бәле қалған. Бір нәрсе айтқанда ойлану керек. Жоқ, Темірлан, Ержан аузын ашса, каждый раз осы бір айтатын әңгімен. Ол немене өзгертпей ма өзінің мнениесін? Өйткені біз ортаға шыққанда бұл постоянно мына жақтағы тамырлар жоқ, ол енді айтты. Сен последний уже 2 апта оның бетіне басып келатсың. Өзгерткен шығар ол мнениесін. Мен аузын ашпай отыра ма, каждый раз сен затыкаешься. Енді тамырлары шықпайды. Темірлан, уайымдама, Зухра ханым. Жарқынай, қош келдің. Жарқынай, саған мынандай сұраққа. Сен вообще Аслан жақтан, Асланның тарапынан өзіңе деген қызығушылықты сезініп жүрсің бе? Мысалы, перепискалар болады. Перепискада да адам сезеді. Қалай жазып тұрған, қандай интонациямен, қызығушылықпен ба деген сияқты. Сен сондай сезесің бе? Білмеймін, еш нәрсе айта алмаймын. Темірлан сұрап жатыр, видео қоңыраумен сөйлесесіздер ме дейді. Жоқ, видеомен сөйлеспейміз. Мен тұрып жатқан жерінде сейт дұрыс ұстамайды бізде. Долго. Таудың етегінде тұрам дейсіз ғой. Жоқ, сіздер сонда сөйлесесіздер ғой мұнда, иә? Құр сәлем, қалайсың, не істеп жатсыңнан бөлек әңгіме айтылады ма? Жоқ, бізде кәдімгідей общение бар. Переписканы көрсетеміз ғой. Бірақ енді сіз сезесіз ба, хотя вот сол жылулық Асланнан келіп жатқан, әлде ол құр былай сұрақтар деп қабылдайсыз ба? Кейде болады ғой бір жылулықты хоть SMS арқылы жіберсе де, сіз өзіңіз түсінесіз, мен керек екенмін, мен ойлап жатыр, жағдайымды түсініп жатыр деген сияқты, сіз солай сезе алдыңыз ба Асланнан? Әлде құр ол жай ғана мынандай 2 адамның ортасында әңгіме сияқты болды ма? Мысалда сіздер айтып жатсыздар, бір апта енді ғана болды ғой, былай қалай айтсам, сен енді мен қазір мен бұған жақсы көріп или басқа десем, ертеңгі күні басқа әңгіме шығады да бұл жерде. Мысалы, сен жақсы көріп қалды, ане Аслан дей бересіздер да, қайта негативтің бәрі Асланға кетеді ол кезде ше. Мен қазір еш нәрсе айта алмаймын. Арадан өтсін уақыт, и мен сол кезде айтамын. Егер мен сезімім ашылып жатса, егер перепискада мен жылулықты көріп жатсам, мен сол кезде айтамын. Мен көріп жатырмын деп. Мен қазір еш нәрсе айта алмаймын мен сіздерге. Мен келіп алып, мен қазір жылулықты көрдім, или көрген жоқпын деп айта алмай отырмын. Диана ханым, мен
не ғой Жарқынай, сен осы қалада жұмыс істеймін деген жоқсың ба негізі? Жоқ, істемеймін дедім, жұмыс. Менің ойлап қалғам, негізі бізде Аслан мұқтаж жан болып отырғаннан кейін негізі Талғарға барудың өзі де былай меніңше былай ауыр не емес сияқты да, жаңағыдай бара салуыңа да болатын еді негізі Жарқынайдың үйіне ше кездесуге, мысалы нақты үйленемін деп танысқың келетін болса, егер мен Талғарға шақырмайық, мен өзім ақ келем. Егер кездесуге шақырып атса, өзім ақ келіп жүрмін. Жана ханым айтып жүрсем бола ма? Осы жерде негізі шакты ер азамат жасау керек. Нақты. Қыз алдына келіп отыр. Мен мысалы Нұрболатты мақта кете аламын да, бірінші күн келді, мен ішімнен сездім, ол менің адамым екен. Ол да өзінің адам болғаннан кейін мүмкін сезген шығар. Екінші күні жасады, мен өкінбеймін. Аллаға шүкір, барлығы жақсы болсын. Сол үшін Аслан мына жерде уақытты созып отырмай, шынымен нақты сенің адамың ба? Ол бір кездесіп, бір 5-6 сағаттан кейін болсын, ол саған сезіледі іштейше. Бар ма, бар, жоқ па, жоқ болу керек сияқты меніңше. Неткен пікір. Қошеметтеріңіз Нұрболаттың қызына деген. Ой. Мен айтып кетсем болады ма? Әрине. Айтады ғой негізі, әркімдікі өзіне, ай көрінеді көзіне ше. Сіздікі екінші күн солай қадам жаса жатса, біздікі может бір айдан кейін қадам жасайтын шығар. Әлі еш нәрсе белгісіз ғой. Жоқ, дұрыс қой Жарқынай. Бірақ салыстырмай қойыңыздар, өтініш салыстырмай қойыңыздар. Мен саған қайта жақсы болсын деп жатырмын. Жігіт жақсы қадамдар жасасын деп жатырмын. Әркімдікі өзіне ай көріне көзіне, ол шынымен. Енді сенікі ай көрінетін шығар бұйыртса, бірақ жақсы болсын деген ниетпен ғана айтып жатырмын. Біз Айгөлек, біз сөйлесіп жатырмыз. Біз қазір общениеміз, біз ата-ананың стадиясында қалып қалғанбыз, сол жерде әлі сөйлесіп жатырмыз біз қазір. Жарайды, сөйлесіп жатыр екенсің, ата-аналарың туралы бірдеңе айтасыңдар ма бір-бірлеріңе? Айтамыз. Барлық ата-анасы туралы, бауырлары туралы білесің ба? Үйінде қанша ағайынды? 2 ағайынды. Барлық ата-анасы туралы білесің? Білем. Жарқынай? Жарайды, бір қызық сұрақ қойын. Туған күні қашан? Үміткерім. Білмеймін оны. Октябрьдің 12-сі айттым ғой сізге. Ұмытып қалыппын. Вот қызығушылық жоқ. Әлия ханым. Общение бар дей береді. Общение бар бұда, сообщение жоқ болып тұр ғой. Көңіл ғой, көңіл жоқ. Общение дей бермес, сообщение жазбайсың ба? Жазып жатырмыз ғой, Әлия ханым, жазып жатырмыз ғой. Ана айтып жатыр ғой, сообщение жазбай. Бір-ақ күн ғой, бір-ақ күн, жарты күн. Жарты күнде жазбай қалған. Сезім болмаса да, ұнату, көңілің бар ма? Ұнату бар. Ұнату бар болса, ол деген керек. Ары қарай енді, иә. Айгүл ханым. Қош келдіңіз. Мына жерде енді Ержан жақтап жатыр ғой, көзіне теріскен шықты деп. Оған ешқандай қатысы жоқ. Очкимен барып кездессе де болатын еді енді. Аптасына бір рет кездестік қой, очкимен барып кездестік қой. Хотя бы 1-2 рет кездесуге болатын еді, если желание болса. Әлия ханым, баған бір айтып отырмыз ғой, осылай жағдай болып қалды. Біз суббота күн, пятница күн барып кездестім. Көзімде очкиім болса да барып кездестім. Бір аптаның ішінде? Иә, бір аптаның ішінде бір-ақ рет. Бір рет па? Аслан, сені жақсы көретін қыз ше көзінде очки тұрған жоқ па, астында не болса да қызықтырмайды, негізі бар ғой. Мен айтып кетейінші, Жарқынай. Егер ол жерде төбелес болмаса, біз онда күнде кездесетін едік негізі ше. Негізі төбелес шықпайтын кезде біз онда кездесетін едік. Қазір поликлиникаға баруым керек, ана жаққа баруым керек, перевязка жасатуым керек деп айтып тұрман. Жарқынай, сен бізге кінә тақпашы, біз бұл жерде не кінәміз бар? Сылтау ғой. Мен енді құрдан-құры жігіт. Жарқынай. Не дейді? Енді ол бір күнді еске алмасақ, ол күн жайлы естеліктер негізі жақсы емес, бізде барлығымызда. Дұрыс қорғап отыр ғой, Аслан. Дұрыс, я мен риза болып отырмын. Жана ханым, Асланға сұрақ қойса ола ма? Аслан, сен қыз бар екен білесің, қыздың атын, жасын сұрадың ба, вообще интерес? Аминок. Сұрадың да, бәрі нормально айтыр. Негізі ойлаймын, сол негізі бір қадамдардың бірі деп, енді Аслан, білеймін, мұнда ұнату бар, жақсы керемет деп танысып тоқтатсам, білмеймін мен сен. Жоқ, ана жолы Жарқынай екеуміз тағы бір мәрте кездеспекші болған кезде, мен қызым туған күні бірге шығайық дегенде келтірдің сен негізі маған, иә, бірге шығайық. Бірақ мен енді алғаш танысып жатқан кезде Аминокты алып үшеуміз бірге жүрген мен оған дайын болмадым, шыны керек. Аминок енді, иә, танысу әлі ерте шығар. Сіздер әлі әуелі өздеріңіз танысып үлгеру керексіздер, Маржан ханым.
Рахмет. Қош келдіңіз. Мен енді бағанан бері не көріп тұрмын. СМС-ке бола, сіз ренжіп жатсыз. СМС-ке бола ренжудің ешқандай керек жоқ. Сіз қалай СМС-пен адамды өзіңіздікі или өзіңіздікі емесін қалай білдіңіз? Маған сол Енді қызық. қазір осы жерде қатысушылардың айтып жатқан сөзі СМС-тен ақ жылулық көреді деп айтып отыр ғой. Ал сіз осы Асланды өзіңіздің ер азаматыңыз ретінде, өзіңіздің будущий күйеуіңіз ретінде көре алдыңыз ба өзіңіз? Өткен эфирде де айтып кеткенмін, мен... Жоқ, одан кейін кездесу болды ғой, содан кейін бір кішкене ашылып сөйлестіңіздер ғой, қыдырдыңыздар, Арбатқа бардыңыздар. Сөйлестік, бірақ мен ешнәрсе айтпаймын қазір. Мен я деп, мен я деп айтсам, ертеңгі күні маған бір минус болып қалады ше. Қазір жоқ деп айтсам, ол да болмайды тұр. Аслан, сізге сұрақ енді, егер сіз шын сүйіп қалсаңыз, қызды, аруды, қыздың өткеніне қарамай, егер анаңыз өзінің келісімін беріп тұрса, тіпті баласы болса да, барлығына дайынсыз ба? Алуға да, үйленуге де. Конечно, Тиана ханым, егер бәрі жақсы болып жатса, анам қарсы болмай, анам келісім беріп, разылығын беріп жатса, өзім қатты жақсы көріп жатсам, неге алмасқа? Сол үшін деп отырмыз ғой осы жерге. Онда сіз үшін мәселе емес. Мен үшін мәселе емес. Барлығы тек сезімге байланысты, иә? Шынайы ұнату, ғашықтық сезімі болса. Шынайы сезімге байланысты. Әсемжан? Саламатсыздар ма? Енді бұл жерде екеуі де айтып тұр ғой. Мен түсінуімше екеуіне де уақыт керек сияқты. Бір апта ғана өтті, әлі ештеңе белгісіз. Қыз айтады, мен әлі білмеймін деді, Аслан да білмеймін деп тұр. Мен ойымша кішкене уақыт керек сияқты. Әсел ханым, айтыңыз. Диана ханым, мен айтайыншы. Айтыңыз. Аслан ренжімеші, тағы бір нәрсе айтып жіберейін. Просто менің ойымша, Аслан, сен бәрі жақсы алам, бәрі впереди, бәрі болашақта бәрі жақсы болады дейсің. Бірақ уақыт өткеннен кейін сен басқаша сөйлеп кетесің. Менің ойымша, просто алдында сен маманың шамалы конфликт болды ғой, сол конфликттен қайтып болады деп соны сен қорқасың. Қызды да ренжіткің келмейді, көңілінен қарап отырған сияқтысың. Но ертең уақыт келгенде бәрін басқаша деп айтасың. Просто басты қатырмай, талаптарыңды өзгертіп, үйлен. Бізде жарнамадан кейін үйлене ме, таныстық жалғасын таба ма, барлығын бірге білетін боламыз. Евразия бірінші арнасы қосулы болсын.
Hello. Lady Diana. My name is Ержан. Аймысынды Айнұр қалай? Азаматтың жүрегіне хатты арқылы жол табайын деп Толассыз хаттар тоқтады ма? сол мәселе арамызда ғана болып тұр. Негізі адамға жала жабу бұл өмірде ең кешірілмес күнә ғой. Ержан, елді асықтырасың, өзің қашан жұп боласың. Барлығын уақыт көрсетеді ғой. Ай, сен бала бар ғой. Айнұрды толық танып, сеніп кетемін деп айта алмаймын. Мен барымды. Сәлден кейін қосылайық жобасында. Қымбатты көрермен, жарнамадан оралды. Қосылайық жобасы Еуразия бірінші арнасында. Кезекті белгі бізде Темірланда. Темірлан бізде қызықты. Ал ортада Аслан, Асланның үміткері Жарқынай. Қатысушылар енді біраз Асланды сынға алып жатса, мына жатқан Жарқынай, жоқ, Асланға тиіспеңіздер, бізде барлығы дұрыс деп айтып жатыр. Олай болса, таныстықтың нәтижесі сіздің шешіміңіз, Аслан. Ары қарай Жарқынаймен таныстық жалғаса ма, тағы да арбатта адасасыздар ма? Диана ханым бірінші Әсел ханымға жауап берейікші, және сұрақ жарнама болып кетті. Негізі айтады ғой, сен үміт бересің, одан кейін басын қатырып, баядағыдай болып кетеді деп тұр ғой. Мен айтайын, мен айттым, Жарқынай келген кезде, анам егер маған разылығын берсе, мен бірінші анам тыңдаймын деп. Өзіне де айттым, менің анам, мен біріншіден анам тыңдаймын, сіз соған дайынсыз ба дедім. Бұл кісі дайынмын деді. Көрдіңіз бе? Ол сұрақты біз бірінші эфирде қойып кеткен сұрақ. Ал енді Диана ханым таныстыққа келетін болсақ, екеуміз кездесіп сөйлескен кезде, как будто екеуміз баядан сөйлесіп жүрген адам секілді сезіндік. Сразу жақсы сөйлесіп кеттік. Бірақ бірден айтайын, Жарқынай қарындасым секілді көрдім. Ағалы қарындас секілді сөйлестік. Мен типажым, бірақ енді білмеймін, мен үшін әлі кішкентай. Жаман деп айтпаймын, өте керемет қыз, өте тамаша қыз, бір әулет ұстайтын, бақытты қылатын қыз. Бірақ тек қана қарындасым ретінде көре алдым. Болашақ жұбым ретінде көре алған жоқ. Бізде бәрі жақсы дегенмен болатсың ба? Жарқынай. Ол маған айтады да және жарнамадан келгеннен кейін таныстық тоқтатсаң, мен сені сыртқа шыққаннан ұрам деп қояды да. Қарындасым болып қала бер әрқашан, любой момент звонда, көмегім болса көмектесем. Осында жақсы бір арақатынаста қалайық. Мен сен туралы жаман ештеңе айта алмаймын, өте жақсы керемет қызсың. Өте тамаша қызсың. Ашық жарқын, аузын ашса жүрегі көрінетін қыз. Бірақ енді солай енді Диана ханым таныстық алаңы болғаннан мен естіге аламын. Ешкім болмағаннан кейін мен өз-өзімді қинай алмаймын. Жарқынай, айтарыңыз бар ма? Жоқ, айтарым. Күрсінбе, сыртқа шыққаннан жылап жүрмей, бәрі жақсы. Бұл таныстық алаңы, танысып көрдік, бір попытка жасап көрдік, болмады. Демек, Аслан, осы бір таныстықтан кейін бәлкім сізге расымен де талаптарыңызды өзгерту керек шығар. Соны өзімде соны айтайын деп отырамын қазір. Талаптарымды өзгертіп, ешкім басын қатырмай, албат үміт бермей. Талаптарым сол бұрындағыдай просто бұрын сонды есі көрмеген, ажыраспаған баласы жоқ. Онда алдағы уақытта да нақты осы талаптарыңызда қалыңыз. Нақты осы талаптарымда қалыңыз. Өйткені Жарқынай сияқты үміттеніп келген үміткерлердің сенімі ақталмай жатыр. Бұл жерде Диана ханым даже бұл одай емес, бұл жерде ол ситуация емес, просто өзімде ұшқын болмады Диана ханым. Именно оған кеп тіреліп тұрған жоқ бұл жерде. Әрине түсінеміз. Жарқынай, сізге көп рахмет.
керемет қызсыз, расымен де сондай ашық, жарқынсыз, есіміңізге сай, қашанда өміріңізде жарқын жарық болсын, қызыңыз, балапаныңыз аман болсын, барлық алға қойған мақсаттарыңызға жетіңіз, ең бастысы әуелі өзіңізді бағалайтын ер азаматқа жолығыңыз. Сізді бақытты етсін, сізді де, өзіңіздің қызыңызды да.